көктемім, күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан. Қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Сол бір күніміз, мөлдір сырымыз, естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтын ұям менің. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар, ардақты ата-аналар және мектеп оқушылары. Қиындығы мен қызығы мол тағы да бір оқу жылы артта қалды. Алда жайдарлы жаз, жарқын жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек демалысы күтіп тұр. Баршаңызды биылғы оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Ендеше 11-ші сынып түлектерін қарсы алайық. Жас жүректің өмірі құштары бөл, бақпан ұстаз болу ұстары бол. Қоштасып бүгінгі мектебімен сол ұстардан сақтау үшін қалдыр дегене алтын ұя мектебімен қоштасқалы отырған 11-ші А сынып оқушылары, сынып жетекшісі Бәткеева Жанар Берікқызы. Соңғы қоңырау, қазықпен талай тұманды кешке. Оқушылары А сыныбы, сынып жетекшісі Ерлан Жанар Берікқызы. Жазға ұстаздар әлемін, портада тыңдап, көл болып өскен. Соңғы қоңырау, сыңғырлармен күнге турау. Сынып түлектері, Ең мынау қимадым сені, Сабы оқушымыз, үздік атсатқан тоғыз оқушымыз ізге болды. Бүгінге дейін мектебімізден мыңдаған шәкірттер білімдерімен сусындап, қанат қағып жатыр. Алтын ұя мектеппен қоштасқандарына 20 жыл толған түлектер бүгінде бізде ортамызда қонақта. Ендеше 2005 жылғы мектеп бітіруші түлектерді қошеметпен қол соғып ортаға шақырайық. 20 жылдық түлектер. Қошеметтейміз 20 жылдық түлектер. Çalışıp endimi bana gündürde, klas bulup kadınlar ayla gündürde. Birin bana birin eti buldan geldim, yüzlerinde el koy bana bak bildi. Solan bir şirma şalı vakti
Mектеп түзел. Тек тұрыңдар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына сап түзеңдер. Мектеп басшысы мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынға мектеп оқушылары сап түзеп тұр. Баяндап тұрған әскери жетекші Байботаев. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. құрметіне арналған мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынды ашық деп жариялаймын. Саған мың алғыс. Соңғы қоңырау салтанатты жиынның алғашқы құттықтау сөз кезегі мектеп директоры Жакубаева Умекен Базарханқызына беріледі. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, қадірменді қонақтар. Осыдан
20 жыл бұрын арманға толы балалықты артқа тастап, үлкен өмір жолына аттанған 20 жылдық түлектеріміз және алтын ұямыздың бүгінгі түлектері. Әр жыл сайын мектеп өмірінде ұстаз үшін де аса қадірлі көрінетін соңғы қоңырау салтанатының орны ерекше. Соңғы қоңырау әрбір түлектің өміріндегі ең маңызды оқиға. Бұл жастардың адамгершілік пен ризашылық қасиеттерін, әлеуметтік белсенділіктерін дамытуға бағытталған. Жас түлектің тәуелсіз ересек өмірге көшуге қадам басқанын айқындайтын ерекше күн. Түлектер үшін биылғы жыл атаулы күндер және оқиғалармен есте қалатыны сөзсіз. Биылғы оқу жылындағы соңғы қоңырау салтанаты білімім отаныма тақырыбына арналып отыр. Осы орайда мектебіміздің барлық сыныптарында сынып сағаттары өткізілді. Қымбатты түлектер, сіздер 11 жыл бойы білім мен тәрбие алған алтын ұя мектебіңізбен қоштасып, болашаққа бет бұрып тұрсыздар. Бұл жүрек тебірентерлік сәт. Осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын бал-бұл жанған балалық шағыңызбен аттадыңыздар. Енді міне үлкен өмірге қанат қағатын сәтте келіп жетті. Осы жылдар ішінде сіздер білім алып, тәрбие көріп, шыңдалып өстіңіздер. Ұстаздарыңыз сіздерге тек білім ғана емес, өмірлік бағыт-бағдар беруге тырысты. Енді сол білім мен тәлім сіздерге үлкен өмірде серік болады деп сенемін. Алда сіздерді жаңа белестер, үлкен таңдау күтіп тұр. Тәуелсіз еліміздің ертеңі сіздер. Армандарыңызға адал болыңыздар, биіктерден көрініңіздер. Бүгін бізбен бірге мектеп табалдырығын осыдан тура 20 жыл бұрын аяқтаған түлектер де өздерінің мерейлі кездесулері аясында қатысып отыр. Құрметті 20 жылдық түлектер және зейнетке шығып отырған біздің апайларымыз, сіздердің өмір жолдарыңыз, жеткен жетістіктеріңіз бүгінгі түлектерге үлгі. Мектептің тарихында сіздердің де орындарыңыз бар. Сіздер осы білім ордасының абыройын асқақтатып жүрген азаматтарсыздар. Қадірлі ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Шәкірт жүрегіне жол тауып, ойына ізгілік пен білім дәнін еккен еңбектеріңіз ұшан теңіз. Бұл сіздердің ерен еңбектеріңіздің жемісі. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың мектеп бітіру қуанышымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің қолдауларыңыз бен тәрбиелеріңіздің арқасында олар бүгін үлкен өмірге қадам басқалы отыр. Біздің мектебіміз білім мен тәрбиенің алтын ордасы. Биылғы оқу жылында тағы бір оқу жылын артқа қалдырып отырмыз. Бұл тек қана қоштасу сәті емес, бір жылдық еңбектің қорытындыланатын, жетістіктер сарапталатын маңызды күн. Биылғы оқу жылында мектебімізде 945 оқушы аяқтап отыр. 202 оқушы оқу үздігі атанып, барлық пәндер бойынша 5 деген бағаға шықты. 326 оқушы екпінді оқушы ретінде ерекшеленді. Білім сапасы 68,8%-ды құрап отыр. 11 сыныпты 41 оқушы аяқтайды. 4 алтын белгіге, 9 үздік аттестатқа үміткер оқушыларымыз бар. Келесі құттықтау сөз округ әкімі Жанғазиев Таңатар Тілеубергенұлына беріледі. Құрметті бүгінгі мынау салтанатты соңғы қоңырау мерекесіне жиналған қонақтар, ата-аналар, ұстаздар, 20 жылдық түлектер, мынау 11 сынып бітіргелі отырған түлектер, бүгінгі сіздердің мерекелеріңізбенен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа осы жиынның басында мектеп басшысы бір жылғы 2024-2025 жылғы оқу жылындағы атқарылған жұмыстарға тоқталып өтті. Бұның барлығы бір жылдағы істелінген жұмыс, қыруар жұмыстар атқарылды. Оның ішіндегі біздің мектебіміздің жетістіктері аудан деңгейінде, облыс деңгейінде, республика деңгейінде біздің осы білім ордасынан білім алып жатқан оқушыларымыздың жетістігі аталып өтті. Әрине қуанамыз. Бұл да болса біздің осы мектептегі білім ордасындағы қызмет істеп жатқан ұстаздарымыздың еңбегі
мектеп басшысының еңбегі деп айтуға толық болады. Жаңағы марапат алып жатқан ұстаздарымыз, бұл кісілердің де өзіндік осы бір жылға еңбектерінің нәтижесі деп қабылдаймыз. Құтты болсын марапаттарыңыз. Ұстаздың аты шәкіртіменен шығады. Өйткені ұстаздың еңбегі шәкіртінің жетістігіменен айқындалады. Сондықтан бүгінгі сіздердің алып жатқан марапаттарыңыз жайдан жай емес, осы еңбектеріңіздің жетістігі деп білеміз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Енді биылғы 11-ші сыныпты бітіргелі отырған түлектер, сіздердің жаңа өмірге басқалы отырған қадамдарыңызға ақ жол тілеймін. 11 жыл осы білім ордасында, мектеп қабырғасында білім алып, сол алған білімдеріңді ары қарай жетілдіріп, шыңдап, үлкен өмірге қадам басайын деп отырсыздар. Ақ жол сіздерге, сәтті сапар тілейміз. Алдағы мына ұлттық бірыңғай тестілеуді жоғарғы нәтижеде тапсырып, өздеріңіздің межелеген балдарыңызды алып, таңдаған мамандықтарыңызға қол жеткізуге тілектеспін. Әрине білім ордасын еш уақытта ұмытпайды. Оның дәлелі ретінде бүгінгі біздің 20 жылдық түлектеріміз мінекей айқындап отыр. Сіздер сияқты 2005 жылы осы білім ордасынан ұшып, әр өмірге қадам басып кетіп еді. Бүгін мінекей 20 жылды артқа тастап, ортамызға қайтадан оралып отыр. Сіздердің де келген қадамдарыңызға ақ жол тілейміз. Биылғы 20 жылдық түлектер, сіздерге айтарым, сіздер де аман болыңыздар. Біздің туған жерім дейді, президентіміздің айтқаны бар, туған жерге тұғырыңды тік деп. Биылғы жылы мінекей ауылымызды көркейтіп, көрік беретін, сән беретін кіреберісіне үлкен ауданда жоқ арка жасап бердіңіздер. Оның сыртында біздің мына мешітімізге мынау дыбыс күшейткіш аппаратура алып беріп жатсыздар. Мектебімізге де мынау дыбыс күшейткіш аппаратураны алып беріп, өздеріңіздің қол ұшын беріп, көмектеріңізді созып жатсыздар. Сіздерге мың алғыс. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау, алтынұя мектептеріңізді, ауылдарыңызды ұмытпай. Ешкім туған ауылында мәңгі бақи жүрмейді. Әсіресе мынау қыз балалар сыртқа кетсе де, ер азаматтарымыз сыртта тіршілік жасап жүрсе де, осы туған жерін, ауылын, мектебін ұмытпай, оралып келіп, өзіндік сый-сияпаттарыңызды жасап, осы ауылдың туған азаматы, патриот екендеріңізді көрсетіп жатқандарыңызға мен шын жүректен қуанамын. Мың алғыс сіздерге. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, қатарларыңыз сиремесін. Алла бұйырса, осындай 40 жылдықта төрт көздеріңіз түгел осы білім ордасына ел жұртпенен қауышуға сіздерге Алла нәсіп етсін. Құрметті мына 11-ші сынып бітіргелі отырған түлектердің ата-аналары, сіздердің 11 жылғы еңбектеріңізді балаларыңыз ақтап, өздеріңіздің арман мақсаттарыңызға қол жеткізеді деген сенімдемін. Алла бұйырса, биыл 4 алтын белгі шығайын деп отыр. Соңғы жылдарда бұл біздің мектепте алтын белгі шықпаған. Мінекей осы біздің ұстаздарымыздың еңбегінің нәтижесінде биылғы жылы 4 алтын белгіге қол жеткізейік деп отырмыз. Алла нәсіп етіп, сол алтын белгімізді алып, мектебіміз жоғары биіктерден көріне берсін. Ата-аналар, еңбектеріңіз жанып, балаларыңыздың жақсылығын, қуанышын көріңіздер. Бүгінгі мереке құтты болсын. Рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегі Панфилов ауданының құрметті азаматы зейнеткер ұстаз Айыпов Асқар ағайға беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, шәкірттер, бүгінгі
қасиетті мынау мектеппен қоштасу соңғы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын. Бүкіл Қазақстан әлемінде бүгін үлкен осындай мереке өтіп жатыр. Мынау сіздердің алдарыңызда үлкен міндет тұр. Мына мемлекеттік жаңағы аттестациядан өтіп, үлкен білімдеріңізді сынап, үлкен оқу орындарына бағыт алу мақсаты. Сондықтан осыдан аман-есен өтіп, үлкен табыстарға жетіп, үлкен балаларыңызға шын жүректен тілектестігімді білдіремін. Бүгін жаңа мектеп директоры істелген жұмыстар туралы үлкен нәтижелерді айтып өтті. Бұл осы мектеп ұйымының, осы мектепті басқарып отырған Ұлмекен Базархан қызының ұйымдастыруымен өткізілген үлкен нәтижелердің жемісі. Біз соның куәсі болып жүрдік, көрдік, білдік. Біздің оқушыларымыз талантты, білімді екендіктерін көрсете білді. Мынау оқушылардың аттестациясынан 68-де 7 балл алу деген бұл үлкен нәтиже, бұл білімділік. Бүгінгі заманда үлкен білімділікті талап етеді. Білімді ұрпақтың күні жарқын дейді. Мынау қазіргі заман осындай үлкен азаматтықты, елдің іргесін кеңейтуді, заманына сай мемлекет құруды талап етіп отыр. Ел президенті осындай тапсырманы қойып отыр. Осыны құратын бүгінгі жастар сіздерсіздер. Сондықтан білім бұл ең басты сіздердің мақсаттарыңыз. Сондықтан алдағы мынау мемлекеттік тесті жоғарғы балл алуларыңызға шын жүрегімнен тілегімді айтамын. Бүгінде осы мектепке осыдан 20 жыл бұрын бітірген шәкірттеріміз келіп отыр. Айналайындар, сендер кеше ғана осы жерде осы балалар сияқты мектеппен қоштасып кетсеңдер, бүгінде міне 37-38 жасқа келіп қамал алатын шақтарыңа келдіңдер. Мынау артқы ұрпақ сіздерге қарап түзеледі. Сіздер артқы ұрпаққа үшін еңбек етулеріңіз керек. Сондықтан мынау жүректеріңізден айналайын, туған ұяларыңызға келіп, құс екеш құста өзінің ұясына айналып келеді ғой. Осында келіп, мынау жұрттарыңызбен табысып, өздеріңізді көрсетіп, білдіріп кеткендеріңізге мың жүректен алғысымызды айтамыз. Тамаша азаматтар, ауылына бір бау жіп болса да естелік ретінде тамаша дүниелер жасап бердіңдер. Көрген адамдар айтып жүреді. Біздің ауылдың түлектері, осы ауылдан өскен азаматтар ауыл үшін өздерінің кішкентай болса да еңбектерін сіңірді деп. Сондықтан әкелерім, Алла алдарыңнан жарылқасын. Шөралы ауылы киелі ауыл. Батырда шыққан, ақында шыққан, чемпионда шыққан, әншіде шыққан. Сондықтан бұндай ауылдың түлектері өзінің ауылына сай болмауы мүмкін емес. Мына сіздердің өкшелеріңізді басып келе жатқан мына ұрпақтар осыны ертең дәлелдейді деп отырар, есептеймін. Әкелерім, аман болыңдар, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болып, мынау үлкен табыстарға жетулеріңе шын жүректен тілектеспін. Ұлмекен Базархан қызы, осы мектебіңіздің ұжымының осындай үлкен табыстарын одан әрі асқақтатып, бұдан да жоғарғы дәрежелерге жеткізуіңізге үлкен шын жүректен ақсақалдық ниетімді айтамын. Құтты болсын, үлкен бал алыңдар әкелерім. Қонайық, арттарыңда елдерің тұр, жұрттарың тұр, бауырларың тұр, класстастарың тұр, мектептің абыройы тұр. Соны сендер жоғары көтере біледі деп есептеймін. Құтты болсын мерекелерің. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады.
ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық ата-ананы дей келе, бүгінде бізде қонақта ата-ана Бабаханова Ләззат Қуатқанқызына сөз кезегі беріледі. Қайырлы күн, ардақты ағайын. Бүгінгі соңғы қоңырау мектептің ең бір сүйікті әуені. Ұрпақтардың есейгенін, жастардың толысқанын, ұстаздардың бір жылдық еңбегінің жемісін көретін күні. Ендеше бүгінгі осынау салтанатты кешке жиналып отырған барша қауым, бүгінгі күні біздің туған еліміз, біздің сүйікті Шарал орта мектебінде бүгін тағы да қанат қағып қарлығаштары өздерінің сәт сапар тілеген ата-ананың, ұстаздардың тілеген қанаттарына байлап, өздерінің бүгінгі күні жолдама алғалы отыр. Құрметті ұстаздар қауымы, Ұлмекен Базарханқызы, бұл мектеп бітіру, бір жылға есеп беру дейтін болсақ, сіздердің ұстаздардың оқушыларға берген білімдеріңіздің бір шешімі шығатын кезі. Ендеше биылғы 11-ші сынып оқушылары арасында менің немерем Жағыпар Нұрай қызымыз, Алла қаласа, студент атанып, сіздің мектебіңіздің мәртебесінің, білімінің қандай деңгейде екенін көрсетіп, үлкен жолдама, яғни грантты жеңіп алып отыр. Бұл біз үшін ғана емес, бүкіл мектеп, ауыл үшін үлкен мақтаныш деп мен білемін. Ендеше еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Айтады екен, о менің қасиетті ұстаздарым, мен дағы бұл өмірге құштар жанмын. Өмірде болып толып тұрсаңдағы, ұмытпағын өмірде ұстаз барын деп, біз биіктен көрінсек, бізге тәлім тәрбие берген ұстаздарымыздың арқасы. Біз жақсылыққа жетсек, біздің мектептен алған тәрбиеміздің арқасы деп білеміз. Ендеше мен де осы мектептің түлегімін. Сондықтан биылғы жылы қанат қағып шыққалы отырған барша жастарға сәт сапар тілеймін. Қымбатты ата-аналар, балалардың бақытын көріңіздер. Құрметті ұстаздар қауымы, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер дегім келеді. Ендеше бүгінгі осы отырған барша жиылып отырған қауымға жақсылық, тыныштық, ал ұстаздарға еңбек жемісі бола берсін дегім келеді. Сәт сапар, жас түлектер. Құтты болсын мектептегі қадамың, орындалсын арман тілек талабың. Ортамызда жыр мен шашу әкелген құрметпен жас ұландарды қарсы аламыз. 5-ші сынып оқушылары. Құрметті қонақтар, армысыздар? Бәріңіз аман есен бармысыздар? Бүгінгі той 20 жылдық кездесуде, бала достар, ескі достар жүздесуде. Бұл кездесу жанымызға нұр сыйласын, бұл кездесу баршаңызға жыр сыйласын. Мектептегі естеліктер жанды тербеп, бұл кездесу ұмытылмас үн сыйласын. Көктемгі аспанның жаңғырып даусы бір күні, көз жауын алып құлпырар сосын қыр күні. Хабарын алып жеттің бе жаңа маусымның, соңғы қоңырау 17 жастың күркірі. Балалық шақтың оятып күллі өлкесін, балауса ойдың қасып кенет желкесін. Қимастық шақтың қып-қызыл жібін үзгендей, қимастық үні не деген ғана еркесің. Ертең-ақ ертең толқындармен тербеп кеп, теңіздей өмір төріне қарай төрлетпек. Құлақтың бірақ қырышында қалар мәңгілік, сол қоңырау үні, сол бір топ бала сол мектеп. Сол қоңырау үні үмітпен бастап жол басын, арманға қосып алысқа тартар арнасын. Сан қоңырауларды күмбірлетерсің, дауысы тек 17 жастың тазалығынан танбасын. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстазыңды түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген. Сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сенде өмірді жалғадың, ізгі қой ұстаз тілін алғаның.
мақтап алсаң ұстаздардың алдында, ол өзінің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа кім бар жүрген жан ұғып, ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иелік мәңгілік. Мұғалім ардақты ұмытылмас, өзіме бала күннен үні сырлас, нәр алып алғашқы рет сол ұстаздан, арманның асқарына ұмтылған жас. Ол бейне өзім үшін алып адам, бойына жаман қасиет дарымаған, есейіп еңбеккен кетсем дағы үйретіп жол сілтеп жүр әлі маған. Бойына алаулатып күш жалынды, өмірге ұмтылдырған құштарымды, кеудеме білім сырын құйып берген, ұмытпа мәңгі бақи ұстазымды. Білімнің сусындадым теңізінен, шәкіртпін асыр салған жер төсінде, нәр алып ұстаздың әр лебізінен, жасарып жайсаң жаны жадырайды, алдынан шықса балғын бөбек, жанының толқығанын жасырмайды, отырар сырттарынан жебеп-жебеп. Ақ көңіл ұстаздарым адал ниет, жандарың жадырасын, жасымасын, қайда да шәкірттерің жүрер сүйеп, қиындық басқа түссе қасымдасың. Құрметті 2025 түлектері, барасыздар өмірді гүлеткелі. Әр жылы осы күні қимастықпен соғады ұстаздардың жүректері. Көңіл толқып жанады осы күні. Түлектерім есте сақта мәңгі мұны. Болашақтың үміті сендерсіздер. Алтын күннің таратылған сәуле нұры. Жүректерге нұр құяды асқақ үміт. Болашақ күтер сендерді жүзі күліп. Мақсат көздеп ұмтылған сара жолың. Жарқын таңға жеткізер әр тұңғиық. Түлектер ашық болсын таңдарыңыз, аға жол ғой біздің де таңдарымыз. Сіздер салған білімнің көпірімен талай биік шығамыз шыңғалы біз. Бүгіннен басталады жаңа белес, қайғы менен қуанышта тұр қойдыңыз. Бітіргелі отырған әрбір түлек ешбір асыл тұяғынан төмен емес. Түлегім қане шабыттаншы мұңайма, қабілетіңді көрсетін-ау маңайға. Сен биіксің, бағындырар белесті, жігерлі бол, үлгісің сен талайға. Болашақ жастардың қолына жас сапар тілейміз, жас тілек. Құттықтау кезегі 11 сынып түлектерінде. 11 сынып бітіруші түлектер атынан құттықтау сөз кезегі Бек Мырза Айзере Ердосқызы, Нұрғали Бауыржан қызы Шұғыва, Нұрғали Айнарға беріледі. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және жас түлектер, бүгін біз үшін ерекше күн, соңғы қоңырау сәті. Осы жылдар бойы білім мен тәрбие берген ұстаздарыма шексіз алғысымды білдіремін. Әрбір сөздеріңіз, әрбір кеңестеріңіз бізге жол көрсетіп, өміріңізге бағыт берді. Мектеп бізге тек қана білімді емес, достықты, махаббатты, естен кетпес сәттерді қалдыратын алтын ұямыз. Осы жылдар біздің мәңгі жүрегімізде қалады. Барша бітіруші түлектерге сәт сапар, алда күтіп тұрған өмір жолдарыңыз жарқын болсын. Қош бол менің аяулы мектебім, қош бол менің балалық шағымның ең жарқын беттері. Рахмет көп-көп. Армысыздар, қадірменді ұстаздар, құрметті қонақтар, оқушылар. Сіздерге ақ тілекті өзімнің жүрек жарды өлең жолдарымен жеткізгім келіп тұр. Құрметті жас түлектер, ұстаздарым, мектебім, сенде қалды балашағым. Жаңа белес күтіп тұр жаңа қадам, тоғысып үмітім мен армандарым. Қимастықпен тұрады бір шақ, бір бел, мектебім алтын ұям жарқын өлкем. Қанат қақтық жас түлек арман қуып, жетелейді үкілі үміт үлкен. Сапар алда соқпағы даңғылы бар, нық мақсатпен басылсын әр қадамдар. Жас түлекке тілеймін сәт сапарды, қанаттарың талмасын шыңға самғар. Ұстаз шырақ, өмірге жол көрсеткен, жыр боп тұнар білімің өсиетпен, болашағын елдіктің аманаттап, ізгілікпен шәкіртке жол сілтеген. Тілеймін ақ тілекпен сәт сапарды, болашақ болсын нұрлы таң арайлы, армандар асқақ шыңға жетелесін, болуға әркез тұлға абыройлы. Абай Құнанбаев айтқандай, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректеріңізді қуаныш кернеп, жанарларыңыздағы отты сөндірмей, болашаққа нық қадам басып
барасыңыздар. Сәт сапар, ақ жол, қимас достарым. Және осы тұста мен өзімнің Назгүл апайым мен Жанар апайыма ерекше алғыс білдіргім келеді. Көп-көп рахмет. Қоңырау, соңғы қоңырау, сыңғырлағының көңілек. Құрметті қонақтар мен ата-аналар, аяулы ұстаздар, бүгін жүрекке ерекше әсер сыйлайтын толғанысқа толы күн. Соңғы қоңырау бұл қоштасу ғана емес, бұл үлкен өмірге жасалған қадам. Балалықпен қош айтысып, арманға бет бұратын шақ. Мен үшін бұл күннің орны бөлек, себебі мен өзімнің екінші үйім Шара орта мектебін қоштаспақпын. Біз бұл қасиетті қара шаңырақтан білім алып қана қоймай, өмірлік бағыт бағдар алдық. Осы өмірлік бағыт бағдар берген ұстаздарға алғысым шексіз. Әсіресе бастауышта білім беріп, үлкен өмірге жетелеген Гүлмира Берлин қызын, өзімнің ұстазым мейірімі мол, жүрегі кең Жанар Оразақын қызына үлкен алғысымды білдіремін. Сіз бізге тек сабақты ғана емес, өмірді сүруді, адам болуды, ар намысты үйреттіңіз. Сіздің әрбір сөзіңіз жүрегімізде сақталады. Осы біздің Үшарал мектебіміз осы ауылда ғана емес, Панфилов өңіріне аз шыққан ауылдардың қатарына жатады. Республика деңгейіне жеткен жетістіктеріміз ол әр оқушының, әр мұғалімнің жетістігі деп білемін. Және осы бір ұжымның бір бөлігі болғаныма өзімнің ризашылығымды білдіремін. Алдымызда үлкен жол тұр. Сол үлкен жолда Үшарал орта мектебінің даңқын ары қарай көтере беріп, әрқашан биікке жеткізе береміз деген сенімдемін. Соңғы қоңырау үні жүрегіңізде мәңгі есте сақталады. Осы орайда бүткіл мұғалімдерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, ардақты қонақтар және сүйікті достарым менің. Бүгін әр жүректі толқытатын ерекше күн. Бүгін біз үшін қимастыққа, сағыныш пен үмітке толы соңғы қоңырау сыңғырлаған сәт. Бұл қоңырау бізді бала күннен ержеткен жасқа жеткізген Алтынұя мектебімізбен қоштасу күні. 11 жыл. Аз уақыт емес. Осы уақыт ішінде біз бірге күліп, бірге қателесіп, бірге өстік. Әр сабағымызда, әр қоңырау үнімен шыққан үміт пен армандар мектептің әр бұрышы біз үшін қымбат естелікке айналды. Бізге білім беріп қана қоймай, адам болуды үйреткен аяулы ұстаздарымызға мың рахмет. Сіздердің төккен маңдай терлеріңіз, ұйқысыз түндеріңіз, сансыз кеңестеріңіз бәрі де біз үшін өмірлік азық болмақ. Құрметті ата-аналар, бізге өмір сыйлап қана қоймай, әр қадамымызға тілекші болып, демеу көрсеткендеріңізге үлкен шексіз алғыс айтамыз. Сіздердің үміттеріңізді ақтап, сенімдеріңізді орындау біздің парызымыз. Мектеп біздің өміріміздегі ең әдемі парағы. Сол парақты бүгін ақырын жауып, үлкен өмірге қарай қадам басып барамыз. Бұл қоштасу мәңгілік емес, бұл бастау. Жаңа белестердің, жаңа армандардың бастауы. Біз сеніммен алға қадам басамыз. Рахмет түлектер, тілектеріңіз қабыл болсын. Келесі кезекте мектеп бітірушілердің қоштасу вальсі. He and his wife once lived happily, planted a seed that grew through the reeds. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. December
оқушылар және ата-аналар және біздің артымыздан келген 10 сынып оқушылары. Бүгін біздің мектепте қоштасар сәтіміз және біз осы кілтті сіздердің біздің артымыздан ере отырып, үміттің кілті ретінде білім кілтін табыстамақпыз. Бұл кілт жай ғана символ емес. Бұл тәртіп пен табандылықтың, ізденіс пен білімге деген құрметтің белгісі. Біз осы кілттен білім ордасының есігін аштық. Ұстаздарымыздың нұрлы жолына ілесіп, армандарымызға жеттік. Енді осы жолмен сендер жалғастырасыңдар. Әр қадамдарың біліммен нұрланып, мектептің абыройын асқақтатуға себеп болыңдар. Сәттілік тілейміз. Кілт өз иесін тапты деп сенеміз. Мектеп кілті қолымызда, сенімдеріңізді ақтаймыз. Ән шашу Бекмырза Айзеренің орындауында мектеп мәнін қабыл алыңыздар. Кеттің ау сағым жылдар арасына, мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісің, шуақты күндердің, жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Салаңында жасырған шалағығым, мектебім сағынышым, балалығымның тәңірісің, шуақты күндердің, жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Шуақты күндердің, жұлдызды түндердің сәуледей болған жарығысың. Сәуледей болған жарығысың. Сәуледей болған жарығысың. Қоңырау үні, қымбатты мектеп бітіруші түлектер, алғаш қолыңа гүл алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырау үнін естіген шығарсыздар. Бүгінгі мектеп бітіруші түлектер үшін ерекше соғылатын соңғы қоңырау үні. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын қоңырау. Бұл соңғы қоңырау үні. Гүлдерге толы омырау, өмірде жоқ қой тоқырау, қимастық сезім оятып, соғылсын соңғы қоңырау дегеле, соңғы қоңырау соғу рәсіміне кезек берсек. 11 сынып түлектері Кеңесбек Райымбек, Мұратбек қызы Нұргүл, Мұхтар Ариза, Күмісбек Әділ, Бақтылы Махамбет, Қоқынбай Ақберен, Сәбит қызы Жұпаргүл, Рахатов Шыңғыс, Өмірғали Ақмаржан, Дүйсенғали Нұрсұлтан, Жағыпар Нұрайға соңғы қоңырау соғу рәсімі беріледі. Қошеметтеп отырса. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, үстем болсын мерейің, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымыздан бітпесін, жырымыздан бітпесін.
нашарда була біздің көп жерде қош енді мектебіммен сенде оқып сенде көктедім қоштасар сәттің алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенін қош енді мектебіммен сенде оқып сенде көктедім қоштасар сәттің алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенін ұмытпаймыз сіздерді мәңгілік жадымызда бейнең тұры жаңғырып келешектің алтын нұрын сепкенде алдымыздан арайланды таң күліп қош бол енді мектебім менің сенде оқып сенде көктедім қоштасар сәттің алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенін қош бол енді мектебім менің сенде оқып сенде көктедім қоштасар сәттің алтын ұяңмен байқамай қалдым келіп жеткенін осыдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен мектеп бітіруші түлектер 2005 түлектерге сөз кезегі 11 А сынып оқушысы Айыпа Аяулы 11 Ә сынып оқушысы Даңғылбеков Ерлан 11 Б сынып оқушысы Әнуарбекова Гүлжан 11 Б сынып оқушысы Айдынбекова Тұрсынайға сөз кезегі беріледі. Сәлеметсіздер ме? Құрметті жиналған қауым, қадірлі сыныптастар, ұстаздар. Бүгін ерекше күн. Бізге алтын ұя мектебімізбен қоштасқанымызға 20 жыл болып отыр. Бұл көзді ашып жұмғанша өте шыққан өмірдің бір белесі ғана. Осы уақыт ішінде әрқайсымыз өз жолымызды тауып, өмір мектебінен өтіп келеміз. Бүгінгі кездесу сағынышпен, қуаныштың тоғысқан сәті, мектеп дәлізінен бастап, сыныптағы орындықтарға дейін көз алдымызға келіп, жүректі жылытады. Бұл біздің балалық шақтың, достықтың, аңғал күлкілердің ордасы. Осы сәтті пайдалана отырып, ұстаздарымызға мың алғыс айтқымыз келеді. Сіздер бізге тек білім ғана емес, өмірлік бағыт бағдар бердіңіздер. Бүгін сағыныш пен қуанышқа толы ерекше күн. Бірақ осы қуанышты сәтте жүрегімізді сыздататын бір ақиқат бар. Мектеп қабырғасында бізге тәлім тәрбие берген кейбір асыл ұстаздарымыз бүгінде арамызда жоқ. Олар санамызға сәуле құйған, өмір жолында бағыт берген ұлағатты жандар еді. Олар бізге тек білім емес, жүрек жылуын, адамдықтың үлгісін көрсетті. Сол асыл тұлғалардың үні сыныпта, қолтаңбасы дәптерлерде, ал өнеге жүрегімізде мәңгі сақталады. Олардың жарқын бейнесі біздің жадымызда, жүрегімізде. Оларсыз бұл кездесу толық емес. Бірақ біз олардың рухын естен шығармайық, алғысымызды айтып тағзым етеміз. Осы бүгінгі күнге жете алмаған, арамызда жоқ біздің сынып жетекшіміз Мукеева Сейсемхан апайға және В класының сынып жетекшісі Айсұлу апайға, Жұпархан апайға, Ережет ағай, химия пәнінен сабақ берген Қадыр ағайға, биология пәнінің Мұқағали ағайға, Тұрыскелді ағайға және сыныбымызда
адал дос болған, сыныбымыздың мақтанышы болған аяулы қызымыз Айтымбетова Жанара Жанболатқызының рухына арнап, марқұм ұстаздарымызға және біздің кластасымызға арнап 1 минут үнсіздікпен еске алсақ. Қазақта рахмет, иманды болсын. Қазақта сөз бар ғой, өлі риза болмай тірі байымайды деп. Сіздерге рахмет. Сыныптастарым, біз бір-біріміз үшін әрқашан балалықтың жарқын елесіміз. Арамызда көріспегендер де бар шығар, бірақ жүрек әрқашан бірге. 20 жыл өтті, бірақ жүректегі мектепке деген сағыныш еш өзгермеген. Бұл кездесу естелік, бұл қайта табысу, бұл достықтың жалғасуы. Барлығыңызға рахмет, бәріңізге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық және жарқын болашақ тілеймін. Рахмет, 11-ші Б сыныбынан. Ал берге құтты болсын, құрметті 20 жылдық тілек иелері ортаға биген. Берге құтты болсын, тілектер. Қайдасыздар, дауыстарыңыз естілмейді. Тату тәріпті сен өткенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге өскенбіз. Сүйіп ұшқан сол мектептің жан-жана кетіп, 20 жылдан бері өскенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кеткен 20 жас 20 өткенде, қайғылықпен терісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Жырма өткенде, қайғылыңдай терісіп бірге оқыған, енді міне кездесіп қайта мектепте. Еске алысып әңгіме бала күндерді, қалас болып қыдырған айлы түндерді, бірің ана бірің әке болғандарымен, жүздеріңді әлі бір қалап өтпелі. 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кеткен 20 жас 20 өткенде, қайғылыңдай терісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кеткен 20 жас 20 өткенде, қайғылыңдай терісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Қайдасыздар, фотоласы! Сирек барамыз, алмасына біз қалай қанат ағамыз, қалауымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жандастарым дұрысығамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кеткен 20 жас 20 өткенде, қайғылыңдай терісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Жырма өткенде, қайғылықтай терісіп бірге оқыған,
баршаларыңызға. Келесі түлектердің Сағыныш әнімен Соталаев Ерболат ортамызда. Бесінде мамырдың таңы қаққанбыз, жас түлектерге кеудегелерді таққанбыз. Соңғы қоңырау сындыры менен асығып, оқшаттың есігіндегі жаққанбыз. Қызығып жасың күлгенде, балалықты өмірде, мүмкіндік жоқ қой сол күнде, барып қайтатын бір күнде. Атылып кейде керістік, керістік қайта келістік, есіме қалмай кетеді, естелік күндер Қашушы еді көргенде бұрын парданы, тақтаны көрсе қазір өзіне тартады. Әр шәкіртінің бақыты үшін ертеңіне аяулы ұстаз ағаның шештің әр таңы. Қызығып жасың күндікте, балалықты өмірлікте, мүмкіндік жоқ қой сол күнде, барып қайтатын бір күнде. Атылып кейде керістік, керістік қайта келістік, есіңнен қалмай кетеді, естелік күндер естік. Біздерден кейін сыныпқа кімдер кірдеген, біз жауып кеткен сыныптың төрті кімдеген. Біз ғашық болған қыздардың аты кітапта, соңғы бетінде әлі жазылып тұр мекен. Жиырма жыл уақыт өткенде, өтіп кетті жиырма өткенде, айнымай тексіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайда мектепте. Осымен 2024-25 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялаймын. Ежелден
11 класс бірге болып, 1 класстан 11-ге дейін бір сыныпта оқыдық. Ыстығын, суығын, жақсылығын, жаманшылығын бәрін бірге көріп, 20 жылдан кейін кездесу деген андай сезім ғой. Иә, қыста ғана ой әлі уақыт бар деп жүрдік міне. Ерекше сезім, бақытты болыңдар, бар болыңдар, бай болыңдар. Аман есен, 4 көзіміз түгел болып, шапқылап, жүгіріп жүре беріңдер, жігіттер, сендердің арқаларың. Бәріне көп-көп рахмет, ұйымдастырып жатқандарыңа, жүгіріп жатқандарыңа, ат салысып жатқандарыңа. Гүля, саған ерекше рахмет. Досым, сырласым. Көп адамның қолынан келмейтін, бала шағасын тастап қойып, біздің бәріміздің басымызды құрастыруға, ат салысып жүріп жатырсың. Рахмет саған, бала шағаның келмейтін. Аман болыңыздар, бәріміз. Алына бүгінгі міне құрметті класстастарым, бүгінгі келген 20 жылдығымыз құтты болсын. Біз үшін той ғой бұл. Осыған келіп жеткен адам да бар, келіп жете алмай қалған адам да бар. Соны бірлігіміз, ұйымшылығымыз осындай ұйымшылығы тек қана 20 жылдықта емес, енді каждый көргеніңізде кездескеніңіз, мысалы кездесіп жүрсек, мысалы сол ұйымдасып біріміздің жақсылығымызды бөлісіп, жақсылықты бөліссең көбейеді дейді ғой. Тек қана осындай жақсылықта осындай бас қосып, аман есен болып, шапқылап жүрмейік, біріміз қолымыздан, бір жағымыздан, қолымыздан, жеңімізден қол шығарып деген күнге рахмет айтып отыр. Бүгінді ұйымдастырып мына жерде. Тек осындай ұйымшыл болсын, енді сағыныңа бар ұйымшыл болса, бәрі жақсы болады. Аман болыңдар. Құрметті класстастарым, сағынышпен кездесіп отырмыз бір-бірімізбен. Бір бақыт, үлкен бір бақыт. 20 жылдық кездесулерің құтты болсын, кездесу кешіміз. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Аллаға шүкір, мың қайтара өстіп бас қосып 20 жылдан кейін бір үлкен ақтүйенің қарнына жарылған күн болып тұр бүгін біз үшін. Бәріміз толқып, жүрегіміз дүрсілдеп, бір-бірімізді көріп, жаңа қуаныштан көз жасымыз шығып жатыр, бір-бірімізді құшақтап, бала күніміз есімізге түсіп, тайғұлындай тепсіп, осы мектепке тарыдай болып кіріп, таудай болып шықтық. Қазір әрқайсымыз бір-бір үйдің әкесі, тірегі, қорғанышы, қыздарымыз әрбір үйдің ардақты анасы, отанасы болып, бір-бір шаңырақтың үстін түзетіп отыр. Сол шаңырақтарыңыз биік болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Өте қуаныштымын сіздермен қауышқаныма. Бүгінгі кездесу кешіміз 20 жылдығымыз құтты болсын. 20 жылдығымызды кереметтей, естен кетпейтіндей кеш қылып өткізейік. Өте қуаныштымын. Сол барлықтарыңа үлкен өмірде толағай табыс, бақыт, шаттық тілеймін. Ал класстастар, енді 20 жыл деген тез-ақ өтіп кетті. 20 жыл мерейтойымыз құтты болсын. Не деймін, тек жақсы күнде, жақсы жерде кездесейік. Жақсылықта да, кез келген нәрседе ат салысып, бір-бірімізбен араласып, ұйымшылдығымыз мықты болсын. Не дейміз, барлықтарына денсаулық тілеймін. Алла қаласа 30 жылдықта осы жерде кездесейік. 4 көзіміз түгел. Барлықтарыңа рахмет. Осы 20 жылдықта қыздарға рахмет. Қалмай келгендерге рахмет. Осы жерде ұйымдастырып жүрген класс, жүгіріп жүрген барлықтарыңа рахмет. Не дейміз? Алла қаласа 30 жылдықта кездесейік. Жыл сайын кездесейік. Бәріміз үшін. Жақсылық болса, бәріміз жақсылықта кездесіп, жақсылығымызға да жамандыққа да шақырып, класстасымыз деп ат салысып жүгіріп жүрейік.
Енді 20 жылда көріспегендер де бар, мысалы, көрмеген класстастар да бар, мысалы, көрмедік, мысалы, бүгін көріп отырмыз. Иә. Жақсы күндеріңіз. Ал енді бүгінгі 20 жылдыққа кездесіп отырған класстастарым, алтындарым, 20 жыл не бас қосу деген ол жақсы ғой енді. Бар адамда бар. Бәріне алғысым шексіз, ауызбіршілікпен бәріміз аман есенде қауышып отырмыз. Мына енді апайымызбен жаңа бастасымыз болса вообще күшті болатын еді одан ары. Сәрсен саған да рахмет, барлықтарыңа рахмет. Өстіп енді 26-сына дейін аман есен болайық бәріміз. Аман есен үйлерге жетті. Молдеке, давай. Егер де дейді десіз. Алтын класстастар жақсы тілектер айтып кетті. Оған жеткен де бар, жетпеген де бар. Аллаға шүкір. Аллаға мыңдары шүкір. Осындай жаңағы осындай күнге жеткізген Аллаға мыңдары шүкір. Қаншама тілектер айтылған, мұсылманның қару дұға дейді. Қаншама дұға сөз айтылып жатыр. Класстастарыма рахмет өстіп енді. Бәрі жаңағы бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, осындай ат салысып. Былтырдан уже қыстан бері мысалы, ой, әне міне деп еткенше уже көз ашып жұмғанша жеттік мысалы. Аллаға шүкір, осындай жаңағы жарқын өміріміз көп болсын, қазақ еліміз жаңағы жарқын болсын, мәңгілік болсын мысалы. Жаңағы Ерлан айтқан сияқты жаңағы 30 жыл Құдай болса қарашылықта жолға Алла берсін. Сондай күнге Алла Тағала жеткізсін иә. Баршаларына жаңағы жақсылықта, қуанышта жолғайық жаңағы айтып жатыр ғой бүгінде жаңағы апайымызды. Бұл енді ажал Алла Тағала апайымызды жаңағы жанара класстасымызды Алла Тағала өз рахымын алсын иә. Алла Тағала жәннатты нәсіп етсін. Енді Құдай бұйырса жаңағы кешімізді жақсы өткізіп жаңағы ұйымшылдықпен осындай бәріне рахмет бөліп жармаймын жаңағы группада ат салысып Руслан бауырыма да рахмет досым ұйымдастырып жаңағы бәрін ақшаны жинау деген оңай емес. Бәріне рахмет былай айтқанда. Алла разы болсын. Семьяның бізбен араласайық Құдай бұйырса. Бәрі жаңағы келін аламыз мысалы. Бүгін класстасыңызда уже баласы жаңағы ержетті мысалы. Құдай бұйырса келесі жылы 10 жылы келіні жаңағы қыз ұзатуы мүмкін мысалы. Сондай жақсылықта жолдайық. Жаңа группаны ашып, жақсылықта ақылдас, ұйымдас. Сондай бірін-біріміздің жақсылығымызда болайық. Сондай күнгі Алла Тағала сондай жақсы күнге жеткізсін. Баршаларыңа рахмет. Рахмет. Орындарың отырып бір-біріне айтып жүрмісің? Айнамен көріп жоқты бір нәрсені айтайыншы. Бір нәрсені. Мына қыздардың үйдегі жіберіп отырған күйеу балаларға сәлем мың алғыс. Рахмет. Қыздарды жарқыратып, суытып, сені молодец. Сәлем айтыңдар. Барғаннан кейін авторитет жинаңдар. Өздері балаға деп қойсын. Бәріміз жинап тұқын негізі. Уақытқа серіп жібергенді. Апай үйіне барып отырсана. Кешке жиналғанбыз ғой. Жазбайды. Кешке қарай біз алло, кім? Аржағында тұрған сумкаларың. Кешке жиналғанбыз ғой. Керімбаева, сөйтіп жаз. Күмбес дайын келді. Не анаш? Қалаға
Kerimbaева, bu degan ulkan harfdir. O'tir, yeka. Mынандай бар еді ғой, бұлай салап сосын бүгін балалардың жайымыз Sen негізі мамырдың 25, 23 дейсің. Жаңа сынып жұмысы дейсің. 25 сен де сабаққа келмегенсің ба? O'tir, yeka. Aka, sen de oxundan qopsiz. O, chiqdi. Ana muallimlar Belesbaева, жүздесіз. Ера. Қатесін жөнде қандай әріпті ұтып кеттің десек? 25, 23 көп кедересің бе? Сынырма үші болса мен. Кешке жиналамыз ба болды ма? Kimde var? Мен артында аптека деп жазып қойдым. Sükalarda var mı deyip koyasın? Бақыттың тілімен айтқанда, егер де дейді 20 жылдықтан кейін ары қарай отбасы өмірде араласпасаңдар дейді, өте үлкен күнә болады дейді. Егер де дейді, кім дейді, десекші. Болды онда кетті. Сапарбаева не деді? Ya bozduktan da lan çarpıldı. Gönderilemeyin. Geçti kadar gönderilemeyin. Artamayalım ben dedi. Ben şimdi sinirliyim bağırma. Neresinde boks oynadı bağırma değil. Kızların çarşında tarafı video açıyorsun, şabay döküştüysün. Bayağı ne desk aldı? Evet, bayağı Ya o çarşıdan neresi? Artacak da. Ya muhitse samuray sormadı şimdi mi samuray? Gece sabahtan kaçta oldu? Başka